ұстамадың ба, көзіңмен көрмедің ба, шорт кесіп айтпай қой. Мына жерде сенің ол кезде қарағаныңды ешкім білмейді. Мен білмеймін сол үшін. Ешкім Зато білмейді. өзі біледі ғой. Өзің ғана білесің. Зато өзі білетін болса айтатын еді, жарайды. Менен маған сыртта көңіл бөліп жатыр, неге осы жерде бөлмейсің деп айтатын еді. Айтпай жүрсің ба балалар? Айтып жүрсің, алдында да кейін кезде айтты. Сен не үшін олай сол агрессия көрсетесің сен оған жылап отқан қызға? Сен бека сен арандатып жатсың қазір. Сен просто қарашы жылап отқан қыздың үстіне сен давап істеп жатсың. Баласыған, балама бір сұрақ қойыңызшы, Ернарға бір сұрақ қойыңызшы. Ернар, сен айтып жатырсың, бағана видео болды ғой. Видео болған кезде арамызда піл өтетіндей жағдай болды. Арамызда ештеңе болған жоқ деп жатыр ғой. Мен сен бір сұрақ қойыңызшы, оғанға дейін видеоға түспей қалған бір жағдай. Өзің айтасың ба, мен айтайын ба? Оны қалай түсінсем болады? Қандай жағдай? Мен осы жерде отырдым, тура осы жерде отырған болатынмын. Оң жағыма қарасам, Ернар тұрды. Ернар біреудің қолын бүйтіп татып ұзақ ұстап тұрды. Сөйтсем Айдан екен де Айданның қолын тартып қалды. Ол қандай жағдай тартып, бір өзінен тартқан жоқ, ар жағынан бір адамдар келіп қалғаннан кейін. Сол жағдайды сен неге айтпадың онда? Араларың піл өтетін болса. Ол қашан болған? Тура осы видео болды. Видео болған кезде есіме түсті. Мына жерде мен тура осы орында отырғанмын. Эфирдің 10 минут қалды басталуына. Қарасам Ернар тұр екен, қолын бүйтіп ұстап тұр екен, ұзақ ұстап тұр екен. Сол кезде Айдан арғы шетте тұрды. сөйтті де Айданның қолын тартып қалды. Ар жақтан біреу келді ма, сол үшін тартып қалған сәт. Соны неге айтпадың онда? Қатты жанашыр болсаң. Енді өткенде қараш, балалар қаншалықты мұнда келеді, Ернар айтсаңшы, балалар қаншалықты мұнда келеді, бір айтпайды өзінің ренішін, өкпесін. Айтқан емес, бізде бәрі жақсы деп. Және де балалар әрқашанда айтады, мен бұл азаматқа арқа сүйемін, мен бұл азамат өзімді жақсы сезінемін, бұл азаматқа деп. Сен өткенде уәделерің бәрі қайда сонда? Жерде қалған ма сонда бәрі? Жәнібек, өйден туралы сіз айтпай қойыңыз маған. Сосын андай алып қашып әңгімеңіз дейтін жанның бір секілді болып көрініп тұрсың қазір сен маған. Тем более жасың кәдімгідей менен үлкен, мен сен аға бар ретінде сыйлап отырмын да, сен оны көрсең, бәлкім маған прикол ұстап сыртта да айтуыңа болар еді негізі. Бірақ сен қазір жаңа рекламада естіп қалдың да, сен де маған осы жерде жер жебірме жетіп айтасың ғой, мен кектену мақсатында мен де саған сондай пікір айтамын, Ернаржан дейді да. Сонда сен кекпен өмір сүресің ба, әлде бір менің пікірлерім сенің ой өзегіңді өртеп сүйегінен өртеп кетті ма, білмедім енді, оны өзің бір сараптап пайымдайсың. Бірақ ол жерде баласаған әзіл ретінде болған, әй жүріңіз, келіңіз дедім да, содан кейін, әй қомаңызшы деді маған, прикол ұстады, сонымен ол жабылып кеткен нәрсе негізі. Атақ ондай бір қатты бір махаббатқа балайтындай. Ернар, сен андай ғой, әдемі сөйлеп, қазір мен жаманатты көрсетіп жатырсың да, мен көрген істімді айтып жатырмын. Шыны керек, бір әдемі сөзден қашып кетіп жатыр, сен істедім деп мойында. Мен мойындап тұрған кезде айттым, Ернар, Жәнібек, мен ұстамадым деген жоқ. Тыңдап алшы, мен сені тыңдаймын. Ернар, қара, мынандай айттым. Ернар, сен айттың ғой араларынан піл өтеді емес, шыбын өтпейтін дүние болды ғой деп мен сен сұрақ қойдым ғой. Сен тұрдың ана жерде, қойыңыз деп кетіп қалдың. Сондай ғана әңгіме болды. Мен көргенімді ғана айтып жатырмын. Мен сен араларын жаман болып кетсін деп жатқан жоқпын, жақсы болсын, бірақ барды бар деп айтқан дұрыс болар, бауырым. Сол ғана мендегі. Бар, мен оны отрицать етіп тұрған жоқпын, Балаусахан. Мен мойындамайтын болсам, до конца өзім позициямда тұратын адаммын. Мен просто сенің айтқаныңды, сен жаңа енді шындықты ұрандататын адамсың ғой. Сен неге мойындамадың онда? Мен айтам саған, сен де маған осындай пікір айттың ғой. Мен де сол үшін соны айтам деп. Жігіттер, жақсы. Үшін айтпадың? Балнұр, сізге қиын болып отырған сияқты түсініп тұрмын, бірақ айтарыңыз болса айтсаңыз. Қазірде өзің жақын достары Ақерке, Сәдәулет айтып отыр ғой. Біз де байқаймыз деген сияқты. Жақын достар айтқаннан кейін мен сторонама қарап, кешірші деген сияқты да әңгіме айтып отырған жоқ, например, қазір. Мен солай істедім, не істейсің деген сияқты отыр. Как будто бұл нәрсенің бәрі только маған ғана керек сияқты. Жыламаңызшы, Балнұр. Сіз сеніп отырған, жақсы көріп отырған адамның сіздің сеніміңізді ақтамағаны сіздің күнәңіз емес. Бірақ менің дәл сіз сияқты мен де Ернарды түсіне алмай отырмын. Мен бір ауыстырып қойған сияқты Ернарды басқа бір адаммен. Жоқ, ешкім түсінбей жатыр Балаусахан мен. Мүмкін өзіңіз айтарсыз, ашылып түсіндіріп, не болып жатыр? Әлде ішіңізде өзгеріс болды, сезім өшті ме, не болды? Жоқ, сезім сол қалпы. Сіз Балнұрға түсіндіріңіз, бізді қойыңызшы. Сезім сол қалпы, Балаусахан. Енді мен де адам баласымын ғой. Бұның да тарапынан мен де бір-екі қателіктерін көрем. Мен бір айтам, екі айтам, одан кейін мен де амалым таусылады. Мен бүйтіп болған никогда даусымды көтеріп сөйлемегем. Ол өмірде болсын, ол WhatsApp желісінде болсын. Мен айтам да, болды, поле зрениеге қалдырам. Адам өз выборын жасайды.
Мен бірақ бұл адамды бүйтіп үйретіп, сен бүйтесің, сөйтесің, былай айтасың, келген кезде жылайсың деп, бүйтесің деп, мен ондай, Балауса ондай озбырлыққа баратын бір ит адам емеспін. Менің де жанымда адамдар бар, менің де кругым үлкен, менің де араласатын дос қыздарым бар, менің де екі қарындасым бар. Өмірде мен ол нәрсеге сенем, ол бәрі бумерангпен айналып келеді. Бірақ кейде сен жүрім ғой қасындамын ғой, сен менің әлемді, сен менің табиғатын түсінетін жансың ғой, неге сен мен кейде түсінбейсің деп мен бұған кейде езіліп кететін бар. Қазір мен Сәл де болсын мен жауап бермей қалсам, сен анаумен жүрсің ба, сен мынаумен жүрсің ба, саған бәрібір ма, сен анаған қызығушылығың бар, сонда менше маған внимание етті. Мен сенің комфортың үшін, алдағы уақытта бізде барлығы жақсы болу үшін, үйімде барлығын бітіп контроль жасауым үшін мен тірлік етуім керек та. Мен всегда телефонда бітіп отырамайым, Балауса ханым. Болмаса үйде аяғым көтеріп, потолокқа түкіріп, ақша түс, алма піс аузыма түсіп жатамайым. Мен тірлік қылуым керек, жүруім керек, жасауым керек. Бұны сол моментте түсінбей қалады да ол. Сен неге анаумен сөйлестің ба, или анау сенің ойың бар ма? Подругасын сұрақ басам. Сен неге менің подругамды сұрайсың дейді. Сендер құрбысыңдар ғой, алдында ұрысып қалдыңдар. Сол тарапта мен уайымдап жатырмын. Құрбымен барлығы жақсы ма? Жоқ, сен просто оны көргің келген шығар дейді. Ол мен отметка қарсатым, ол мен вообще скрытыда жатыр. Мен оны ашқам да жоқпын. Мен оны 5 қайнатсам сорпам піспейтін адам, ол маған керек те емес деп жатырмын да. Кейде сондай моментте маған ештеңе керек емес Балауса ханым. Мен еркелету, маған бүйту, маған сөйту, просто мен ситуациямды түсіндірем ба, мен положениемен кіріш болды. Қолымнан ұстадың, кеттің, мен шаруамды жасаймын, саған да көңіл бөлем, достарыма да көңіл бөлем, үйіме де көңіл бөлем деп айтам. Жаңағы ситуацияда енді, бәлкім мен дұрыс емес шығар, бір-бірімізге сана биігінде жолығатынымыз дегеніміз, оны бәлкім сөз саптауын мен дұрыс қолданбадым. Бірақ Айдана осы жерде отырған қыздардың арасында мен ең қатты құрметтейтін қыздың бірі негізі. Ол өзінің болмысы болсын, тәрбиесі болсын, басқа болсын, адамгершілік тарапынан мен соны айттым. Біздің сөйлесіп қалғанымыз тек қана сол санатта болды. Бірақ мен қазір Балнұрдың келіп, менің көңілімше, мен сенің көңіліңе всегда қараймын ғой деп. Сен 200 емес 3-4 қателік жасаған кезде мен положениеге кіргем. Мен айтқам, болды, адамсың ғой, сен де қателесесің, мен оны қабылдаймын, өйткені мен де періште емеспін. Менің де жасаған кінәраттарым көп. Сондықтан екеуміз жарқын болашаққа, олардың бәрі бізге просто тәжірибе болсын. Хорошо, алдағы уақытта жасамайық деп, мен саған айтамын ғой соны. Мен сол қателіктерім қайталанама? Мен соны не істедім, сөйлесіп қалғаныма бола, мен сонда осы уақытқа не істеген нәрселерім жоқ па не уже? До этого сен Айданамен бір рет емес, бірнеше рет Ол кезде сен жоқсың, қалқам. Ол кезде сен бұл жерде жоқсың. Айттым ғой, мен келгеннен кейін де болған. Бір-ақ рет болған ол кезде видео. Тем более ол TikTok, екеуміз просто сол TikTokты жаттап алғаннан кейін ешкім болған жоқ түсіретін. Сіз білесіз ғой, мен білем, кеттік екеуміз түсіре салайық деген мақсатта болды. Одан кейін мен саған сөз бердім ба, түсірмейміз деп, Айдана да таныстығына, адал дұрысынан жақсы жағынан танысып жатыр, екеуміз одан кейін TikTok түсірген жоқпыз, Балнұр. Сен просто андай адамсың да, мен кейде андай эгоист адамдар жек көрем ше. Өзінің санатына қарай, өзінің ыңғайына қарай, өзінің ыңғайына күшті болып жүрген кезде ғана жақсы адамсың. Ал сен көңілің құлазған кезде, сен бір кішкене бір сүрініп қалған кезде, сенің положениең кірмейтін адамдарды мен өмірінде сондай адамдар жек көрем негізі. Мен ол жерден қашып кетем. Мен қаншалықты бауыр бассам да, мен фокусты жұмысқа қоямын да, болды. Сіз Балнұрдан қазір сондай адам көріп отырсыз ба? Осы уақытқа дейін әңгіме болған бізде. Мен оны өзіне де түсіндіріп жатқам. Мен мына ситуацияда қалай положенияға кіру керекпін? Бір адам емес, мына жерде отырған барлық қатысушы айтып жатыр. Біз Айданаға дейтін көңілін байқаймыз. Айдананың өзі ол нәрсені не отрицает. Айдананың өзі айтып отыр, мен де байқаймын деген сияқты. Бағана видео бар. Бұл жерде мен сен положенияға қалай кіру керекпін? Қалай түсіну керекпін? Жарайды, Айдана сезімі бар екен, мен күте тұрайын онда деп жүру керекпін ба? Қараш, егер сөздеріңізді бөлейін, жаңағы мәселенің бәрі басталған видеода нақты не айтылды, Ернардан да Айданадан да дұрыстап сұраймыз. Сезім бар ма ол жерде, жоқ па, бірге білеміз.